Дер кезінде қабылданған дөп шешім. Сарапшылар Алматыда ашылған Біріккен ұлттар ұйымының өңірлік орталығы жайлы ойын ортаға салды. Бұл біздің еліміз ғана емес, жалпы Орта Азия мемлекеттері үшін елеулі оқиға дейді. Әсіресе қазіргідей төрткүл дүние құбылып, белгісіздік белең алған шақта нысан үлкен рөл атқармақ. Анығын айтсақ, аймақтағы ауқымды түйіндер тезірек шешіледі. Сондай-ақ халықаралық беделді ұйымның Қазақстанды таңдауы да бекер емес. Қазақстанның мүддесі, мақсаты, миссиясы осы орталықтың мүддесі, мақсаты, миссиясымен сабақтас, қанаттас. Сондықтан да әсіресе мынау геосаяси дүрбелеңдер мен қақтығыстар белең алып, климаттық өзгерістер орын алып, осы күрделене түскен жағдайда және де мынау азық-түлік қауіпсіздігіне қатер төнген шақта Біріккен ұлттар ұйымының әлемдегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтауда басты рөл атқаруы тиіс екендігі бесінеден белгілі жайт. Еске салайық, Алматыдағы айрықша орталық өткен жексенбіде ашылды. Ол өзге мәселелермен қатар Ауғанстанның тұрақты дамуына да мән береді. Салтанатты шараға Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриштің өзі алыстан ат тірелетіп жеткен еді. Қасым-Жомарт Тоқаев қадірлі мейманмен әуелі келісімге қол қою рәсіміне қатысып, нысанды бірге аралады.